Бұрын бірнеше адамға опасыздық жасаған адам енді өзі дұрыс емес істегенін біліп, сол адамдардан кешірім сұрап, саған мен осындай опасыз жасап едім дегені дұрыс па, кешірім сұрайым деп ұрыс шығып кетсе, олар дұрыс ниетпен келгенімді түсінбей қалады ғой дейді. Расында да енді міндетті түрде опасыздықтың атын айтау міндет емес, бірақ кешірім сұраған жақсы болады. Егер жүрегіңіз жетсе, ол үлкен нәрсе болады. Бір адамның артынан сөйлеген, немесе бір қандай да бір дұрыс емес іс істеп қойған болсаңыз, бетінен кешірім сұрасаңыз, иілген басты қылыш кеспейді дейді. Соны барынша шамаңыз жеткенше ұрысқа айналдырмай айтуға әрекет жасаңыз. Егер шынымен ақ сондай ұрысқа айналып кетеді десеңіз, ол жасайтын ісіңізді айтпаңыз. Жай ғана айтыңыз, кезінде мен саған әйтеуір дұрыс емес сөздер сөйлеп сыртыңнан, дұрыс емес істер істеген едім, енді маған кешірім бер, кешіріп қой, әйтеуір сол жаңағыдай істер енді құпия болып менің ішімде де қалсын, әйтеуір соны бірақ әйтеуір кешіріп қой, осы дүниеде қалып кетсін, ақыретке алып бармайық деп бір кешірім сұрап қойсаңыз, нұр үстіне нұр болатын шығар.